Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода осындай шаблонның сізге сборкасын көрсетем. Бұндай шаблонды қыз ұзатуға, сырға салуға, пайдалануға болады. Қазір сіздермен сборкасын жасаймыз. Бұл шаблон Хидевочки каналында. А4 парақта уже готовы. Сіз шығарған кезде А4 форматында дәл осылай шығу керек сізде. Ақ парақтың үстінде дәл осындай болу керек. Мен 5 полей шығардым. Егер де с полями шығаратын болсаңыз 1 сантиметрге кішірек болады шаблоныңыз. Сол үшін советую 5 полей шығарыңыздар. Қазір біз беговкасын жасаймыз. Беговканы мен канцелярский ножбен жасаймын. Қатты батырмаймыз, жай ғана үстіне сызып өтеміз. Сол кезде сіздің шаблоныңыз майыстырған кезде өте әдемі майысады. Фотобумага менде глянцевая, односторонняя. Фотобумаганың қалыңдығы 210 грамм. 200 немесе 210 граммен жұмыс істесеңіз болады. 220 граммда қолдануға болады. Енді қараңыздар. Міне барлық жерге, майыстыратын жерге, линиялары бар жерге мен беговка жасап жатырмын. Өйткені бұл жерлер бізде майысады. Беговкамызды жасап болғаннан кейін осылай прямой жерлерін сразу қиып тастаймын. Міне. Одан кейін ары қарай уже қайшымен қиямыз. Міне қайшымен қиып жатырмын. Осы линиялар, сызықтар бойынша қалдырдым. Қалған ақ парақтың бәрін қиып тастадым. Міне. Сізде дәл осылай шығу керек. Одан кейін қараңыздар. Бұлай майыстырамыз. Бірінші қиып алып, одан кейін беговкасын жасасаңыз да болады, немесе мен сияқты қимай тұрып, сразу беговкасын жасап, осылай да жасауға болады. Енді мына жерін бізге қазір двухсторонний скотчпен клейлейміз. Двухсторонний скотч немесе клеймен де клейлесеңіз болады. Мен қазір двухсторонний скотчтың өзімнің фирмамды көрсетейін. Сол фирманы алыңыздар, өйткені ол ашылып кетпейді. Кейбір фирмалар олар ашылып кетеді. Сол үшін қазір мен сізге фирмасын көрсетем. Бірінші мына жерін жабыстырып алайық. Белый слойын алып тастадым, липкий слой қалды. Осылай жай ғана жабыстыра саласыз. Жабыстырып болдым. Енді қараңыз. Міне осы Тиан деген фирманы алыңыздар. Скрин жасап алсаңыз да болады. Міне осы Тиан деп тұрады. Обязательно осындайын алыңыздар. Өйткені басқасын алатын болсаңыздар, ол ашылып кетуі мүмкін. Осымен Тианмен жұмыс жасаймын. Бағасы 80 теңге тұрған. Енді қазір астын жинайтын боламыз. Мына жерден мұқият қарап алыңыздар. Міне астын мұқият қарап алыңыздар. Бірінші үлкен жерден түсіремін. Екі крылышкасын кигіземіз. Үшіншісін міне мынаны кигізе саласыз ба. Өте ыңғайлы. Енді қазір төбесіне қазір үкі қоямыз. Үкі қойсаңыз да болады, қоймасаңыз да болады. Үкіні мен тойбастар магазинчиктардан аламын. Ол жерде осы пучоктың ішінде 5-6 штуктай болады. Сол бағасы 250 теңге. Егер де осындай әдемі шаблондарды, качественный шаблондарды алғыңыз келсе, онда осы видеоның астында комментарийда толық ақпарат жазылып тұрады. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.